Ойдағы қателік сөздегі қателікті тудырады. Сөздегі қателік істегі қателікті тудырады. Сөз адамның өмірін не жақсы жаққа, не жаман жаққа өзгертеді. Егер сіз шешім қабылдалмай жүрсеңіз, жүрегіңізден тыныштық кеткен болса, сіздің назарыңызға өміріңізді жақсы жаққа өзгертетін, батыл қылатын, жүрекке тыныштық әкелетін, дұрыс шешім қабылдауға көмектесетін 30 дәйек сөздерді ұсынамыз. Бұл дәйек сөздер жүрегіңізге сіңу үшін және керек жерде өзіңізге қолдану үшін жазып жаттап алсаңыз болады. Жадыңызда тез сақталуы үшін жатар алдында немесе тыныш жерде бірнеше рет тыңдасаңыз болады. Достар, осындай видеолар көп шыққанын қаласаңыз, лайк басып, менің арнама тіркеліңіз. Мұсылман болған соң екі дүнияның бақытын тілейміз. Яғни, бұл дүниямызды ғана емес, біз ақиретімізді де ойлап, осы дүнияда жақсы іс істеп, Аллаға жағатын, жақсы көр деген ісін жасап, жек көр, тыйыл дегеннен тыйылып, осындай жолда кәсіп жасау керек. Ең зиянды адам, мінезі тайғақ, екі сөйлейтін адам. Мейірім, ынсап, ақ пейіл, адал еңбек, осы төртеуі кімнің бойында болса, сол шын адам болады. Ізгі оймен ашқан есікті қатты жаппа. Жұрт қашардай қатты болма. Жұрт таптардай жуас болма. Мінез жанның айнасы. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінезбен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Алғың келетініңе қарай әрекет етіп, соны ал. Олай болмаса, не алдың соны жақсы көруің керек болады. Бизнес бұл өмірдің қалған жақтарын қамтамасыз ететін жақ. Себебі, бизнес сізге табыс әкеледі. Ал ақша денсаулыққа, отбасыға және демалысқа керек. Жоспарлау бақытқа жетудің құралы. Кезінде бір дана кісі айтқан екен, 3 нәрсе ешқашан кері қайтпайды. Уақыт, сөз, мүмкіндік. 3 нәрсені жоғалтпау керек. Сабырлық, үміт және арыңды. 3 нәрсені өмірде бағалау керек. Махаббат, наным және сенім. 3 нәрсе өмірде тұрақты емес. Билік, сәттілік және байлық. 3 нәрсе адамды анықтайды. Еңбек, адалдық және жетістік. 3 нәрсе адамды құртады. Ішімдік, тәкаппарлық және ашу. 3 нәрсені айтуға қиын. Мен сені жақсы көремін, кешір, көмектес. Қағылмаған шегенің кесірінен тағаны жоғалтты. Тағаны жоғалтқан кесірінен атты жоғалтты. Жоғалған аттың кесірінен хабаршы хабарды жеткізбеді. Хабардың жетпегенін кесірінен соғыста жеңілді. Барлық нәрсе біздің мақсатымызға не жақындатады, не алыстатады. Сондықтан өзімізге қайда, қай бағытта бара жатырмын деген сұрақты жиі қоюымыз керек. Кітап оқығандар әрқашанда теледидар көп көрушілерді басқарады. Кітапты өртегеннен де ауыр қылмыс бар. Ол кітапты оқымау. Егер қойған мақсатыңыз орындалмайтындай көрінгенде, мақсатты өзгертпеңіз, әдістер мен жоспарды өзгертіңіз. Көп қателік жасаудан қорықпа, бірақ мынаны есіңде сақта. Бір қателікті екінші рет қайталама, сол кезде сен өсесің. Әрекет етуге бел байлаған адамдардың әдетте жолы болады. Керісінше, өлшеп пішумен ғана шұғылданып, кешеуілдете беретін адамдар ісінің сәті сирек түседі.
Өзін басқара алмаған адамды өзгелер басқарады. Болғаннан қашпа, болмағанға саспа. Ешкім де сізден күшті емес, ешкім де сізден ақылды емес. Тек олар сізден ерте бастаған. Сіздің мақсатыңыз судың астында жүзіп келе жатқанда, сізге ауа қажет болғандай болу керек. Қазіргі таңда уақыттың өтуі соншалықты тез, сіз әр сағатыңызды емес, әр минутыңызды бағалауыңыз керек. Егер сіз өзіңіздің бөлмеңізді жинастыруға 30 күн берсеңіз, сіз сол 30 күнде жинастырасыз. Ал егер өзіңізге 3 сағат берсеңіз, сіз 3 сағатта жинастырасыз. Міне, сіздің мақсат, жоспарларыңыз да дәл солай. Қанша оқысаң, онша оқы. Біліміңе сай мінез құлық көрсетпесең, бәрібір надансың. Ешқашан ақымақпен санаспа. Олай сіз оның деңгейіне түсіп кетесіз. Ал ол өз деңгейінде тәжірибесімен сізді таптап тастайды. Ашу үстінде қабылданған шешім сіздің өміріңізді құртуы мүмкін. Ой барлығының да бастамасы. Ой арқылы бәрін басқаруға болады. Сондықтан да ең бастысы оймен жұмыс жасауды жетілдіру қажет. Менің ең сенімді 6 қызметкерім бар. Олардың алдында міндетім зор. Олардың аттары кім, неге, қашан, не, қайда және қалай. Миссияңызды анықтаңыз. Миссия құрған соң ғана бизнесті бастаңыз. Бұл тұжырымдамалар егіздер секілді қатар жүреді. Бірі-бірінен ажыратсаңыз, шатасасыз. Кейін арманыңыздан қалай адасып қалғаныңызды білмей қаласыз. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше.